интернет жоқ жерлерді қамтамасыз етіп отырған команда. Қарқаралы ауданы Бақты ауылы Бақты жастары. Ойынымыздың тақырыбы бала бақыт болғандықтан, бүгінгі ойынымызды өзіміз толған жол шыққан өлеңмен бастаймыз. Айбат аға, не болды? Неге жылауатсыз? Ол ана 2007 жылы общение жасаған Камила сесе түсіп кеткен сәрі жігіттер. Кеш жарық Қарағанды! Жігіттер, біз Қарқаралыдан келгендіктен Қарағандымен танысуымыз керек. Құрсын таныспай-ақ қояйық. Неге? Кеше нормальный танысуға барған ғой. Содан сәлеметсіз бе, мен Қарқаралыдамын десе, өзінше бірдеңе маған қарайды. С незнакомыми, незнакомыми тима бірдеңе дейді. Сен өзің тормоз етіп, задний берген шығарсың. Өзіңе уверенный болмай. Қарағанды деген уверенныйлар жақсы көретін қала ғой. Өзімізге уверенный болуым болдық қой. Тем более спортсменмін, ішпеймін, шитпеймін, сонда да қарамайды. Бұл Қарағандыға өзі астында досоты мерз болмаса таныспайтын сияқты ғой. Жарайды, Қарағандымен таныса алмасақ та, хотя бы көріш Шахтинскпен танысайық та? Ол Шахтинскімен де болмайды. Неге? Шахтинский өзі аурама бірден екен ғой. Кеше нормальный общениестер танысып атқан ғой. Содан маған я болей деп жазып өтті. Мен жында оған дәрмен шоколад апарып бердім, оны тез жазып кетті жазып жүрген ғой. Содан аяғымды блокқа тықтып каша болып кетті ғой. Жарайды, оны қоя бер. Қарқаралы десе біз табиғатпен ғана таниды. Бізде табиғаттан да басқа керемет жерлер бар ғой, айтшы Нияз. Менде ән. Мә жігіттер, біз бүгін ойын жеңе алмай сияқтымыз. Бізге көмек керек. Сондықтан да ауданымыздың лауазымы бойынша ең үлкен адамын көмекке шақырайық та. Әкім мырза, не болған? Бетіңіз ісіп кетті ғой. Кеше ара болған ғой. Ара шағы болды ма не сонда? Жоға папа таяқпен ұрып үлгерді емес пе? Әкім мырза, сіз бізге бүгінгі ойын жеңуге көмектессеңізші? Жоқ, жігіттер ренжімейді. Мен сендерге бұл ойында көмектесе алмаймын. Неге? Өйткені менің бүгін сендерден де басқа жұмыстарым бар. Әлжан, алдында Карвоның посвящениясына барып, 2004 жылғы Минфа ұсталғансың ғой. Жігіттер мен соны көріп қайту үшін ғана келдім. Ренжімеңдер, мен сіздерге көмектесе алмаймын. Жоқ та, бұқшын бейтім болсақ, өзіме сенбемей тұрмын. Для смелости кружили себя босяки. Давай. Бұл доғарыңдар, не істеп отырсыңдар? Әкім мырза, сіз неге ден дұрыс нәрсе істемейсіз? Маған ауылдың адамдары айтатын нәрсені айта бермеңдерші. Демекті бәсеке? Демі демекші.
qaytaramiz. Alina mı o zaman? Alina, men bu taqam bolasın mı? Men ayayım bolasın mı? Men Milfan bolasın mı? Karay, yerlerde bundaray, olmasandın bizim, olacak kuray, üzdüz peşinde, baklayın dinay, 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 çamur kaçtan, Türkiye başka üstüsün, anlataydı çıktın, Ümar başkan üstüsün, Rüyalasın yaprağımı, Toqayып сездім. Өйткен маған бәрі сенеді. Ендеше біз өзімізді Жигули Дайрабай сеніп тұрмыз. Бізде де внимание бар, бірақ бізге ешкім сенбейді. Бізде басқа аңғыласы өз ойнақта? Біздің өміріміздің өзі әзір емес пе? Сахнада Қарқаралы ауданы Бақта ауылының жастары. Құрметті көрермендер, бәріміз білетіндей, Қарағанды қаласының көшелерінде боксерский аппараттар көп. Сондай аппараттың бірі біздің Қарқаралыда. Шотай брат, науынға шотай болатыр. 100 теңгеде болатыр ма? Давай. Әлжан, сен маған ойыншыққа қарсың ғой, ә? Жоқ, мен қарыз емеспін. Жүзіне қалам. Неге? Өйткені есім өтіп тұрды я просто. Енді Тағырасың ба, бірақ жол 500 теңге болады. неге 500? Қалада 100 ғой. Бұл саған қала емес. Осылауын, болмаса кетті. Жарайды. Әлжан. Бірақ базар жоқ 900. Тоқтан. Бірақ дағы 900 теңге төлейсің сен. Неге төлеймін? Өйткені сен дағы жағасынан саласың ғой. Мен дағы процесс салдырмайым ба?
болып, үлкендердің жүзін сөйлеп тұр демеңіздер. Бұлар бала 13 жасында баспын дейді. Болмайтын адам 30-ында TikTok түсіреді. Сіздер бізді маусымға алыңыздар. Неге? Сол, сіздермен болған Қарқаралы ауданы Бақты ауылының жастары. Маусымға тамшылап Рахмет. Ал, әдемі қызыл қой келді да көтеріп кетті ше. Содан кейін мен ойында отқан келесі команданың ойында отқан мә қызыл қойдан кейін көтеру қиын болады деп тұрған жігіттер бір молодцы көтеріп жатыр. Ана кім әкім мырза? Есіміңіз кім болады сіздің? Асылбек болады. Асылбек. Команда. Жігіттер, қараңыздаршы, руководитель бар ма команда? Бар. Кім бар руководитель? Ана жерде отыр. Ана жерде отыр деп айтсам кетті. Команда, кез келген команданың өзінің стилі болады ше. Автор бар негізі бұл балалар. Кәдімгі жазады. Жоқ, сол авторлардың бәрін айтарым. Команданың өзі кез келген стилі бар. Жоқ, сіз қосыласыз деп ойлаймын. Бұлардың стильдері осындай болсыншы. Мына жігіт үнемі ойында залға түсіп отырса, қалай ойлайсыз? Осылай шеттен шығып, жаңағындай нәрселерді айтып, именно залмен жұмыс істеп отырса, зал қалай қабылдады, түскенін қалай қабылдады, әрі мимикасына күліп отырдық. Ана, күлкім келмесе де күлдіртеді шын ғой. Болды ма? Настроение жоқ болса, мына қарап күле беруге болады. Осыны мықты пайдаланымды жігіттер. Редакторлар, мынаны алып тастамай жүрді, мына бала, мынаны алып тастамай. Мына бар ғой? Отыр ше думали. Екі көпсек қосылды. Тырып. Күлдірді. Мына редакторлар мынаны алып тастамасын ше. Сықыратылар, бедеді ғой қалыпты. Искусственный ғой, көтеріп қалып етіп жатыр. Ну, мощь. Артық сөз айтып беру жоқ, мощь. Мына, айбат білесің ғой, сахнаға шыққанда көйшіктен кішкене арқасы қосып кететін. Соның артымен пайдаланып қойды ғой деймін деп ойлаймын өзімде. Артақ былай өте жақсы болды негізі тамаша. Өзіне жарасып тұр ғой? Ернат, сен бе жюри біз бе? Рахмет, жақсы, істейсіз сіздерге. Жоқ, бізге ұнады ма жүге сізге? Айтсың ба? Ну так. Айтыңыз, не ұнамады? Ұнады? Білеге жасап? Жоқ, бір табиғи таланттар болады, табиғи. Бірақ біреулер еңбекпен келеді. Көп жыл еңбектенеді, өзін мойындатады, сахнаға шығып, табиғи дарын жұрты суретке түсіп жатыр. Бірақ осымен ұстай білу керек, ол енді жетекшіге көп салмақ түсіп, тәрбиелей білу керек, дұрыс пайдалана білу керек, дұрыс бағыт бере білу керек. Сондықтан да болашақ жарқын болсын дейміз. Жігіттің де, Асылбектің де, аманданың да. Сосын айтып кететін жағдай тоқтай білу керек та. Жаңа өздері шықты сахнаға, тағы да бір нәрсе айтты ғой. Сол кезде тағы бір күлдірді ма? Сонымен де біз Қарқаралыдан келдік деп ана бір сөзін айтты да, сол жерде тоқтап қалу керек, ана миниатюраға бармай қою керек еді. Бұлар негізі енді облыстық деңгейге бірінші рет шығып тұр. Жоқ, оны айтып тұрған жоқ, редакторға айтып отыр. Кімдерге айтып отыр? Редакторға, олар тоқтата білсе, сосын кім еді анау? Руководительдері. Смашный жерінде, әдемі жерінде тоқтап, әдемі жерінде кетіп қалсаңдар, күшті болады да. Сендер осы чоттың командасы сияқтысыңдар. Прям чотты. Овация, сосын жігіттер овация ұстаймындар, овация деген білесіңдер ғой? Жаңағыдай кім, мен өзімді тоқай сезіп тұрмын дедім, артына тағы бір айтып қалғым келді, халық өшкіріп кетті да, бірақ тоқтадым, молодец. Бірақ өз сен біліп тұрсың ба, уверен сен сөзінің бұл. Мен өзімді тоқай сезіп тұрмын деген айыратын біліп тұрсың ба? Болды, пауза ұста. Өтсін, өтпесін кішкене бір пауза ұста. Күлді ма, ол жақсы саған. Болды. Артық сөз беру жоқ. Команда молодцы. Жаңыр. Қосасыздар ма, Малика? Қосасыздар ма? Өте ме, өтпей ма? Өте сұрақ ма? Қосып, қошемет жасап қояйық. Бақта олар.
үлкен рахмет. Сіздер Алла қаласа өткен ойындарда, жекпе-жек ойындарында бақ сынайтын боласыздар. Бол, бара берсеңіздер болады.